Өмір түрлі кейде сынақтармен шаршатса, жолында кедергі қаптаса, тек уайымға салма, шешімдері табылмай жатса да, жүректі тыңдап басын қатса. Шектелме алдамшы бір сәттерге, сеніп шықшы көңіл күйді көтерде. Шектелме қорқыныш жол бетперде, өте шығар қорықпашы бекерге. Шектелме қорқыныш жол бетперде, өте шығар қорықпашы бекерге. Уайымдама төсе бір сынға. Анашым, Я, балам. менің костюмым қайда? Оны қайтесің? Қайтемін? Бүгін бүкіл мектептің алдына шығып сөйлеймін ғой. Бүкіл орта мектеп алдында дегің кеп тұр ма? Анашым, мен енді бала емеспін ғой. Мен болашақ президентпін. Я, балам, міне костюмың. Айтатын сөзіңді дайындадың ба? Я, дайындадым. Жарайсың. Құлыным сол. Мен сені, балам, мақтан тұтам. Жолың болсын, балам, бара ғой. Үй, жарайды, мен кеттім. Абайлап өт жолдан. Сәлем. Сәлем. Сен кешіктің. Тесттерім қайда? Әкелдім. Керемет, әкелесіңді. Мұнда бәрі дұрыс қой, я? Я, әрине. Жұлдыз, біз неше уақыт доспыз? 2 жыл. Сен біздің қатарымызға қосылуға уақыт келген сияқты. Солай ма? Я, бірақ киімінді ауыстыру қажет. Және білмеймін енді, мысалы, шашынды жөнде басқа белдемше ки. Жарайды, мен тест тапсыруға кеттім. Бекарысқа дауыс беру үй тапсырмасына дауыс берумен тең. Бірақ бұлай болмайды ғой. Неге осы саясатқа араласып едім? Бекарыс, сен саясатқа дұрыс емес кіріп келдің. Нағыз президенттің қасында кеңесшісі міндетті түрде болу керек. Сен әркімге бір кеңесші бола бересің ғой? Мен тек саған ғана көмекші бола алам. Бірақ не? Сен мен сабақтарыма көмектесіп отырасың. Жарайды, келістік. Тоқта, тағы да күн сайын. Шоколад, сусын, тамақ, сағыз. Тоқта, көбейіп кетті ғой. Онда жарайды. Сағызды алып тастайық. Жарайды, келістік. Өкінбейсің. Өзіңді ойла берем айға қарап, жанарыңды айдан қорап, іздеймін мен айға қарап, сені сезімдерім саған ашық. Айым,
Ештеңе. Нотаға түспедің, мәтінді ұмыттың. Сахнаны ойлап, қобалжып тұрған сол ғана. Қыздар, ешқандай да қобалжудың қажеті жоқ. Бізге әлі сахнаға дейін бір ай уақыт бар. Біз әлі дайындалып та үлгереміз, жаттап та үлгереміз мәтінді. Қобалжыма, е? Кетік тағы да бір рет. Енді не болды, қыздар? Осы жолы бізге демалыс керек сияқты. Жарайды, онда сендерге бір сағат уақыт. Тамақтарыңды демалдырып, әлденіп, жүрек жалғап алыңдар. Бір сағаттан кейін жалғастырамын, жарай ма? Иә. Мен кеттім. Маған сенің қорғағаның керек емес. Мен өзімді өзім қорғай аламын. Түсінің ба? Жай ғана көмек бергім келді. Керек емес. Айым, егер сенде қиын жағдайлар болса, маған айтсам болады. Мен сені тыңдаймын. Не деген мейірімді періште едің? Жоқ, жай ғана көмек керек деп ойладым ғой. Маған көмек керек деп ойладың ба? Саған келіп айтады деп ойладың ба? Күлкілі екенсің. Роза, негізі айымның сөздерін өзіңе жақын алма. Ол бүгін анасымен ұрсып қалған. Соған бола сенен ашуын алған шығар. Бірақ біздің де көңілсіз кездеріміз болады ғой. Бірақ мен ешкімге тиіспеймін ғой. Роза, егер айыммен жақсылап таныссаң, оның жақсы қыз екенін түсінесің. Жұлдыз, таспақасың ба неменен болсайшы тез. Мен сені көргеніме өте қатты қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Қалың қалай, денсаулығың қалай? Жазылып келе жатыр. Тамерлан, денсаулығың қалай? Бәрі жақсы, рахмет. Бұл байқаусызда болған түсініп тұрсың ғой. Әрине. Сен неге оның алдында кешірім сұрамайсың? Неге сұрауым керек? Себебі тәрбие көргендер кешірім сұрайды. Кіріспейтін жерге кіріспеу керек еді. Сен не оның күзетшісің бе? Сен де кінәң бар. Ашуыма тиіп тұрған қараш мынаның. Мүмкін өзін жалғыз сезініп жүрген шығар. Жалғыз? Ол бұл мектептегі ең танымал қыз ғой. Айналада адам толып тұрса да өзін жалғыз сезінуі мүмкін. Сәлем, қарсылас. Жоспарларыңды айтуға дайынсың ба? Дайынмын. Енді сәттілік, жеңілге дайындал. Ал қалайсың? Қобалжып отырмын. Айару менің сөзімді маған қарсы қолданып жатыр. Әділетсіз ғой. Қуық екен, әрекет етуіне уақыт келді. Сонда сен Айаруға оның қаруымен қарсы шық дейсің бе? Дәл солай.
Рахмет. Мен оның деңгейіне дейін түскім келмейді. Мен адал жолмен жеңемін. Ақымақ екенсің. Сен не істеп жүрсің? Ол менің кеңесшім. Ол қалай? Ханның уәзірі сияқты ғой. Сонда кеңесші қолдануға болады ма? Әрине болады. Сені білет десем, саясатқа қош келіпсіз. Ағызын. Мен ұмыс кеттім. Әкелдіңдер ма? Бұл не? Бұл балабақшаның деңгейі ғой. Сендер істедіңдер ме? Ал мен істедім. Айта шағымдарың бар ма? Олжас, сен әбден мен жыныма тидің. Не істейсің? Жылап кетесің ба? Төбелесің кеп тұр ма? Сабақтан кейін спорт залға кел. Келістік. Мен осы сөздерді айтқан соң, сыныптастарыма күшті болып көрініп қалдым. Бірақ қорқыныштан ішім дірілдей бастады. Бірақ басқаша әрекет ете алмадым. Ең шыдамды адамның өзі де шыдамның шегіне жетіп қалады. Амира, бүгін қиын болып қалды. Оқушылар мені көшбасшы қылғысы келмейді. Неге? Олар маған ашулы пікірлер жазып жатыр. Ой, Бека, ондайды тек жалқаулар және екіге оқитындар жазады. Бізде 5 тілек жиналып қалды, қара. Неткен қызықты ой. Бұл сендердің ойларың ба? Иә. Мен біреуін қарайын. Бола ма? Жаңа жылда менің досымның көп болғанын қалаймын. Қызық. Неге осы оқушыны тауып алып онымен дос болмайсыңдар? Бірақ жаңа жылда деп тұр ғой. Жаңа жыл бүгін келуде мүмкін ғой. Мен балалар зат сұрай ма деп ойлағам. Мысалы, жаңа аяқ киім. Сен бүгін қанша қағаз тараттың? 4. Бұл бір түрлі екен. Неге ашуланып тұрсың? Не керек сендерге? Міне, даусыңды маған бересің. Не үшін? Себебі мен осы мектепте президент боламын. Ал сен оның досы ретінде танымал болып кетесің. Екі жақты келісім дейді бұны. Келісесің бе? Жоқ, рахмет, мен сабаққа барайын. Агитациямда бір ақау бар екен. Мен саған айттым ғой, өзіңді сенімді ұста деп. Әне, саған сенбей кетіп қалды. Болды ма? Бар келгені осы ма? Мектебіміздің сапасы неліктен соншалықты нашар екенін түсіндім. Ал қане, мектеп көшбасшылығына үміткерлерімізді тыңдайық. Еліміздің дауыс беру жүйесін қазірден бастап білулерін қажет.
Айым, мен сені не үшін оқытып жатырмын, а? Мен саған айттым ғой, қандай да болсын, олимпиада болсын, жарыс болсын, сен бірінші болу керексің. Мен сені қалай үйреттім? Сен түсін, не үшін салпақтап, тасып жүргенімді. Сен конкурстан бірінші орын алмасаң, барлық қыдырулардың бәрін тоқтатасың. Қосымшаның барлығына бармайсың, үйде отырасың тек қана. Қыздарды болатын болса, мүлдем араластырмаймын мен сені. Лидер болу керексің бұл мектепте. Ол сенің парызың, түсіндің бе? Міндетті түрде менің еңбегімді ақта сен қыз. Бар кет мектебіңе. Роза, ау, ана жақта сенің інің төбелесін жеп жатыр. Інім? Иә. Тамерлан ба? Иә. Мен қазір оны тату жолмен шешемін. Айым. Тамерлан, сен бұны істеуге міндетті емессің. Егер мен қазір істемесем, мектепке күлкі болам. Ешкім күлмейді. Сен нені түсінесің? Сен қызсың ғой. Сонда да мені де мазақтайды. Бірақ мен төбелесуге шықпаймын ғой. Төбелеспейсің? Бетіме не болды онда? Ол жай ғана қателік. Олай жасамашы, өтінем. Жоқ, мен мықты екенімді көрсетем. Қайырлы күн, дебат сүйер қауым, пікірталас алаңына қош келдіңіздер. Ендеше сайыс қатысушылармен таныс болайық. Бізде бірінші қатысушымыз 5-ші сынып оқушысы Аяру Мақсатқызы. Екінші қатысушымыз 3-ші сынып оқушысы Бекарыс Абылайұлы. Ендеше бірінші Аяру Мақсатқызына сөз берсек. Аяру, мен сені жақсы көрем. Рахмет, мен де сені. Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Аяру. Бәрін білесіңдер, мен үздік оқушымын. Мен бір рет емес, бірнеше рет мектеп жарыстарында жеңіске ие болдым. Өздерің ойлап көріңдер. Мен бүгін қарсыласым Бекарыс туралы айтқым келіп еді. Не? Бекарыстың айтуынша, спорт маңызды емес. Біз тек қана сабақ оқуымыз керек. Ол дұрыс па? Мен солай ойлаймын. Сендер мені тыңдасаңдар, мен осының барын қадағалап отырамын. Жарайсың, Аяру. Ендеше келесі қатысушымыз Бекарыс Абылайұлы. Аяру шын мәнінде шпаргалканы қолданады. Ол барлық бақылауларда көшіріп жазады. Я, мен мүмкін спорт жағынан қатты мықты емес шығармын. Бірақ, егер сіздер маған дауыс берсеңіздер, мен сендерге уәде беремін, әр кабинеттерде ғылыми кітаптар болады. Және интернет болады.